Облысымызда қазақ хандығының 550 жылдығына арналған шаралар өтіп жатыр. Бұл тарихи маңызы зор шараларға мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ғалымдар, еліміздің Астана, Алматы және басқа да қалаларынан Ресей Федерациясының делегациялары қатысуда. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы Ақтөбе өңірінде 2 күнге жоспарланды. Кеше шаралардың көп бөлігі облыс орталығында өтсе, бүгін Әйтеке би ауданының Толыбай ауылында Әбілқайыр ханның мемориалды кешені ашылды. Қазақ хандығының 550 жылдығын Ақтөбе жерінде өткізудің екінші күні Әйтеке би ауданының Толыбай ауылында жалғасты. Бұл жерде хан моласы қорымында Әбілқайыр хан мемориалдық кешенінің ашылу салтанаты өтті. Кешен аумағында ескерткіш стелла кесене орнатылған. Ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Біз осыған байтақ даламызды сақтап қалған, өздерінің қандарменен терлерін төккен ата-бабаларымызды еш уақытта ұмытпауымыз керек. Ол үшін тарихты көбірек зерттеуіміз керек, қазіргі өсіп келе жатқан жастарға айтуымыз керек. Осы ұлан байтақ жерді сақтап, мемлекетке айландырамыз деген мемлекет болсын. Сол үшін өздерінің қандарын, еңбектерін, терлерін төккен қазақ хандары аз емес. Сол қазақ хандарының біреуі бірегейі Әбілқайыр хан. Әбілқайыр ханның мемориалдық кешенінде өткен шараға елімізге танымал тарихшылар, мемлекет және қоғам қайраткерлері және ақындар мен жазушылар, Ақтөбе, Қостанай облыстарының әкімдері, халық қалаулылары қатысты. Барлығы да шараға жиналған көпшілікпен бірге ханның рухына тағзым етіп, халқымыздың өткен ғасырлардағы ауыр жағдайын кезеңінде атап өтіп, тарихты ешқашан ұмытпауымыз керек деді. Аса ауыр жылдарда тарих сахнасына шыққан Әбілқайыр ханның еліміздің тарихындағы орны ерекше. Ол қазақ қолының бас қолбасшысы ретінде жоңғарларды күйрете жеңді. Атақты Аңырақай шайқасында қол жеткізген жеңіс барлық қазақтың айбарын асырды. Еліміз, халқымыз бірлік бар жерде тірлік бар екеніне ұқты және түсінді. Айта кету керек, Әбілқайыр ханның тұлғалық ерекшелігін тың деректермен толықтырып, жаңа қырынан тану үшін 10 жылдан астам зерттеу жұмыстары жүрген. Оған жазушылар, тарихшылар, зиялы қауым өкілдері, ғалымдар атсалысты. Бір елде болмас үшін, бір жақты болмас үшін көптеген деректер сарапталынды. Оның ішінде мұражайдан алынған осы 300 жылға жақын жазылған жазбалар бәрі зерттеліп негізделді. Этноауыл көрінісі, ат спортынан жарыстар және ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Ұлы дала жауһарлары халықаралық этнофестиваліне жалпы саны 100-ден астам өнер иесі қатысты. 4 фольклорлық ансамбль тарихи шараға ерекше әсер берді. Еліміздің әр түкпірінен және Ресейден, Хакасиядан, Таулы Алтай аймағынан ақындар, жыршы, жыраулар жиналды. Дүбірлі тойдың аясында хан моласына жақын орналасқан Толыбай ауылында Әбілқайыр хан музейі ашылды. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.